Бәріне сәлем, сендермен Тамерлан, қалдарың қалай? Мен де жақсы. Және бүгін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқама мамыр поэмасын қарастырамыз. Философ өз поэмасын 1912 жылы жазған. Және де поэма бізді 18 ғасырдың басына апарады. Ақын қазақ пен жоңғарлар арасындағы соғыстың уақытындағы қазақтың қарапайым халқының тұрмысын сипаттайды. Ал енді кеттік. Қалқаман мамыр. Бұл жердегі ең бірінші сұранатын сұрақ ол сол екеуінің арасындағы қайсысы қыз болған. Өткен іс ойға күңгірт, көзге танық, көрілмесе де білгенге бәрі қанық. 1722 жыл қазақтың сыр бойында жүргені анық деп басталады. Есінде сақта, келесі жылы, яғни 1723 жылы қазақтың ең ауыр, ең мұнды кезеңінің бірі болған. 1723 жылдан бастап 1727 жылға дейінгі аралықта жоңғарлардың беделді және де қуатты қолбасшысы Цеван Раптан қазақтың 1/3 бөлігін басып жойған. Сол туралы Шәкәрім Құдайбердіұлы да бірнеше сөз жазған, қалдырған. 1723 жылдан бастап 1727 жылға дейінгі аралықты Қазақстан тарихында Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен қалған. Сол кезінде Әнет Бабан деген бір 95 жасқа келген би болған. Бірақ әңгімеміз сол туралы емес. Әңгімеміз Қалқаман мен мамыр туралы. Сол кезінде Қалқаман деген бала өскен. Және де оның Мәмбетей деген туысы болған. Мәмбетейдің 15 жасар қызы болған. Және де оның аты Мамыр. Мамыр әрі сұлу, әрі есті, әрі еркек шора. Мен еркек шора десем, аналар басқа нәрсені ойлап тұр екен. Еркек сияқты киінген қыз. Қалқаман Мамырды жастайынан білген екен. Қалқаман қыз айттырмай жүр екен. Және де бір күні Мамырменен жүргенде ол оған: "Ей Мамыр, адамды Алла жаратыпты, Хауананы адамға қаратыпты. Бірін еркек, бірін әйел қылып. Не болады деп ойлап тұрсыңдар? Екеуінен көп жанды таратыпты. Немесе жүкті әйелден көп бала шығыпты" деп өз туысқан қарындасына сезіммен бөліскен. Ұят болды. Поэманың келесі қозғалысы қазақтардың жоңғарларға қарсы шабуылының жеңісінен басталды. Сәмеке хан барлық шал мен кемпірлерді тойға шақырған, ал біз, жастар, Мамырдың үйіне Бастаңғаға барамыз. Бастаңға деген не деп ойлап тұрсыңдар? Бастаңға дегеніміз, әке шешесі кеткенде жастар малды сойып, өз құрбыларын шақырған. Туса, пати, вечеринка, дискотека 80-х дегендей Бастаңғаға барамыз. Енді Мамырға көшейік. Ол Бастаңғада барлығы дәріханада болғанда Қалқаманды бүрсігүні қалың қамысқа шақырған. Және де осылай айтады: "Ей Қалқаман, аңғалсың, аңқылдаған. Бір жолата келген жоқ Мамыр саған. Тағдыр бізді қоспады, айып етпе. Ертең құда түседі біреу маған. Ей Мамыр, бұл іс оңай емес. Алдамасан. Зорлық жоқ,
өзін сүйіп таңдамасаң. Ер жеткен қыз еркімен ерге кетер. Молдар, бірақ өзін шындықтың көзіне өзін қарашы. Егер біз туыспыз ғой, бірге болсақ, онда мүмкін халық бізді елден қуар еді. Мен өліп кетуім де мүмкін, сенің елден қашып туыстарыңды ешқашан көрмеуің де мүмкін. Онда жарайды. Сау болыңыз, рахмет. Деп аяқтау керек еді. Бірақ осылай болған жоқ. Енді қазақ салт дәстүрлері. Егер жас жұп 7 атадан аспаса, онда олар ешқашан да бірге болмауы тиіс. Сол салт дәстүрді бұзамын деп Мамыр Қалқаманмен бірге жүруді қорыққан. Бірақ Қалқаман Мамырдың белін тәуекелге байлады. Ал енді оқиғаның шиеленісі басталды. Қалқаман мен Мамыр елден қашады. Әлгі Әнет бабан бұның барлығын жаман біткенін сезеді. Мамырдың әкесі Мәмбетейдің бастаушысы күйеу баласы Көкенай жас жұпты өлтіргісі келді. Бұл поэмадан домдығыны түсіруге болар екен. Сонда Көкенай садағын алып, оны атып, жебесі Мамырдың жүрегіне дәл тиеді. Ал Қалқаман бұның барлығын көріп тұрады. Көкенай, қарғамаймын, сөзім бақ, ісім жөн, бір құдайға көңілім хақ. Содан Көкенай Мамырды өлтіреді. Мамырдың өлімінен кейін Әнет бабан әділетті шешім қабылдайды. Ол Көкенай мен Қалқаманға 2 шарт қояды. Қалқаман ат арқылы елден қашу керек. Ал артындағы Көкенай оны садағы арқылы ату керек. Егер жебесі Қалқаманға тисе, онда оның тағдыры. Ал егер тимесе, онда Алла тағала оны құтқарғаны. Сонда оның жебесі тимей, Бұқа жаққа, Өзбекстанға бағыт көрсетеді. Сонда Қалқаман «Сәлем Өзбекстан» деп аман-есен елден қашады. 1723 жыл қазақ қалмақ атысқан. Мұны да біл. Қалмақтың бастаушысы Цыван Раптан өзі батыр, соғысқа тым айлашыл. Автор 20 ғасырда Қалқаман тұқымында іздеп тапқан. Егер іздесеңдер, Семей-Палат облысы. Ал енді қорытынды. Мамыр сезімге, яғни махаббатқа сеніп, болашақ туралы ойламаған. Сондықтан ол қаза тапты. Махаббат қорытынды. Махаббат жай ғана сезім. Күшті сезім. Бірақ алдамшы сезім. Өз жүрегімен емес, өз миымен ойлау керек. Махаббат туралы өз пікірлеріңді видеоның астына жазыңдар. Сендермен болған Тамерланс. Қалқаман Мамыр поэмасы сендерге ұнаса, видеоға лайкты қойыңдар. Шәкәрім Құдайбердіұлына үлкен рахмет. Ал енді қазір мен поэманың қалай біту керек екенін көрсетемін. Сау болыңыз.